Еуропа континентінде орналасқан қай елге визасыз баруға болады? Әрине, ол Черногория. Аты айтып тұрғандай, бұл ел таулардың, теңіз бен жасыл желектердің мекені. Егер бұл елге 7 күнге баратын болсаңыз, не істеуге болады? Біріншіден, Будва қаласының ескі қала орталығын аралаңыз. Бұл жерде сіз өзіңізді орта ғасырға тап болғандай сезінесіз. Дүкендер аралап, кәдесыйлар алып, тамақтану орындарында тамақтанып, қаланың орталық жағажайында теңізге шомылсаңыз болады. Келесі күні Тиват қаласына саяхаттаңыз. Бұл қала брендтік дүкендері мен әдемі яхталармен танымал. Бұл қаладан Котор шығанағына экскурсия алып, кемемен теңізде саяхаттасаңыз болады. Бұл жерде сіз табиғатпен ерекше үйлесімділікті сезіне аласыз. Экскурсия барысында сіз бірнеше шағын қалалардан өтесіз және олардың әдемілігін тамашалауға мүмкіндігіңіз болады. Экскурсия барысында шағын қайықтармен осындай үңгірлерге саяхаттауға да болады. Бұл жердің ерекшелігі сізге теңізге шомылуға уақыт беріледі. Сонымен қатар Пераст қаласына саяхаттап, оған жақын жерде шағын аралда орналасқан шіркеуді көруге болады. Келесі қала Котор қаласы. Бұл ірі Адриатикалық порт қаласы. Бұл қалада өмір орта ғасырда тоқтап қалғандай сезімде боласыз. Әдемі архитектурасы, дәмді тамақтану орындары және осындай тар көшелері сізді таң қалдырмай қоймайды. Қалған күндерді теңізде шомылумен өткізіңіз. Айтпақшы, мен бармаған, бірақ баруға кеңес беретін жерлердің бірі Свети Стефан курорттық қалашығы. Бұл елге Эйр Астана әуе компаниясымен ыңғайлы әрі тиімді ұшсаңыз болады. Егер Черногория еліне саяхаттағыңыз келсе, маған хабарласыңыз.